Қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаның Уимблдон финалында жеңіске жеткені үшін қанша сыйақы алатыны белгілі болды деп хабарлайды Стан.kz ақпарат агенттігі. Вести.kz басылымының мәліметінше, беделді турнирде жеңіске жеткені үшін 23 жастағы Рыбакина 2 миллион фунт стерлинг 1 миллиард теңгеден астам ақша алады. Елена Рыбакинаның өзі газета басылымына Уимблдонда жеңіске жеткендегі әсерімен бөлісті. Мен матч алдында қатты қобалжыдым. Оның біткеніне қуаныштымын. Мен мұндайды ешқашан бастан өткерген емеспін. Бүгін маған көп жүгіруге тура келгені сонша, енді фитнеспен айналысудың қажеті жоқ деді. Британдық журналист Рыбакинаның Уимблдон жүлдесінен Ресейде салық төлейтініне наразы болды. Британдық журналист Сэм Стрит қазақстандық Елена Рыбакинаның Уимблдон 2022 турниріндегі жүлдесінен Ресейде табыс салығын төлеуге мәжбүр болатынына ашуланды деп хабарлайды Стан.kz. Мәскеу тумасы Рыбакина жекелей сында финалға шықты. Онда ол Онс Жабермен ойнап, оны жеңіп шықты. Елена Рыбакина Уимблдонның әйелдер арасындағы жекелей сында финалға шыққан үшін кем дегенде 1 миллион фунт алады. Ол Ресейде табыс салығын төлейтіндіктен оның бір бөлігі тікелей Владимир Путинге түседі. Финалға шығуына тыйым салынған Виктория Азаренко Ресей мен Беларуське бір пенни де жібермейтін еді, деп жазды Стрит өзінің Твиттер парақшасында. Айта кетейік, қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаның Уимблдон финалында жеңіске жеткен үшін 2 миллион фунт стерлинг 1 миллиард теңгеден астам алатыны белгілі болған еді. Қазақстандық спортшының жеңіске қатысты Тунис теннисшісі Онс Жаберде пікір білдірді. Еленаны құттықтаймын, ол тамаша ойнады, командасымен тамаша өнер көрсетті. Елена бүгін менен титулды ұрлап әкетті, бірақ ештеңе етпейді, жеңілгенімен қапамын, деді матчтан кейін Жабер. Еске салсақ, қазақстандық спортшы 23 жастағы Елена Рыбакина Уимблдон финалына өтіп, үлкен дулығаның соңғы кездесуінде әлемдік рейтингтегі нөмір 2 теннисші Онс Жаберді жеңіп шықты. Барлық қазақстандықтар болып, Рыбакинаның жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.